Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз 6-шы сыныптың 926 есебін шығаратын боламыз. Бұл есепте бізде сандар аралықтарының қиылысуын жазыңдар деген тапсырма берілген. Жалпы бірінші сандар аралықтары не екенін түсініп алайық. Мысалы үшін бірінші есепті қарайтын болсақ, бізде мынандай түзу сызық сызылған. Түзу сызықтың үстінде сан аралығы белгіленген және төменгі жағында сан аралығы белгіленген. Яғни осы екі сан аралығының қиылысқан жерін табуымыз керек. Сонымен қатар біздің сандарымыз, кейбір сандарымыз дөңгелектеліп белгіленіп, ол боялған, кейбір сандарымыз боялмаған. Яғни боялмаған сандардың тұсына біз дөңгелек жақша қоямыз, ал боялған сандардың тұсына біз тік жақша қоятын боламыз. Сонымен біздің жауабымыз қазір қалай жазылады? Бірінші тапсырмамыз бойынша бізде сан аралығымыз минус 15-тен басталып тұр. Минус 15 боялмаған, сол себепті дөңгелек жақша қоямыз. Минус 15 минус 15-тен минус 3-ке дейін. Бірақ минус 3-іміз боялған, сондықтан минус 3-тен кейін біз тік жақша қоятын боламыз. Мынау қиылысу деген белгіні білдіреді. Енді екінші сан аралығын жазамыз. Ол мына төмен жағындағы сызылған бөлік минус 8-ден 5-ке дейін. Минус 8-іміз боялған, сондықтан минус 8-дің тұсына біз тік жақша қоямыз. Ал 5-дің тұсына біз дөңгелек жақша қоямыз, өйткені 5 бізде боялмаған. Осы екі қиылысу бізге нені береді? Бұлардың қиылысын табу үшін мына суретте белгіленіп тұрған жоғарғы және төменгі белгілердің жоғарысында да төменде де сызылған аралықты аламыз. Яғни ол бізде міне мына жер минус 8-ден бастап минус 3-ке дейінгі аралық, мына аралық мінекей. Үсті де сызылып тұр, асты да сызылып тұр. Мына жерлерде міне тек үсті сызылған, асты сызылмаған, ал мына аралықта тек асты сызылған, үсті сызылмаған. Сондықтан бұның жауабы ретінде минус 8-ден минус 3-ке дейінгі аралықты аламыз. Және бұл екі санда бізде боялған. Сондықтан екі санның да тұсына бізде тік жақша қойылады. Минус 8-ден минус 3-ке дейін болады жауап. Дәл сол сияқты қалған есептерді шығарамыз. Екінші есеп. Екінші есептегі сандар аралығы минус 8-ден, мына жақта саны жоқ, яғни плюс шексіздікке дейін, минус 8 боялмаған, сондықтан дөңгелек жақша қоямыз. Минус 8-ден плюс шексіздікке дейін. Шексіздіктің плюсы болса да, минусы болса да, шексіздіктің қасына біз әрқашан дөңгелек жақша қоямыз. Оған тік жақша қойылмайды ешқашан. Қиылысу. Келесі сан аралығымыз 2-ден плюс шексіздікке дейін. 2-де боялмаған, сондықтан дөңгелек жақша қоямыз. 2-ден плюс шексіздікке дейін. Плюс шексіздікке дейін. Плюс шексіздікке тағы да біз тік жақша қоймаймыз. Оған біз дөңгелек жақша қоямыз. Екеуінің қиылысуы, енді суретке қараймыз, асты да үсті де белгіленіп тұрған жерлер, ол міне 2-ның оң жағы, 2-ден жоғары сандар деген сөз. Яғни бірінші 2-ні жазамыз, бірақ 2-міз боялмағандықтан 2-ның тұсына біз дөңгелек жақшаны қоямыз. 2-ден, енді оның нешеге дейін екені белгісіз, өйткені соңғы саны жазылмаған жерде, яғни бұл плюс шексіздікке дейін деген сөз. Плюс шексіздікке дейін. Плюс шексіздікке дейін, шексіздіктен кейін тағы да дөңгелек жақша қоямыз. Үшінші есебімізде бізде минус 11-ден 4-ке дейін және минус 5-тен 10-ға дейін. 5 пен 4-іміз ғана, минус 5 пен 4 ғана боялған, қалғандары боялмаған. Сондықтан дөңгелек жақша минус 11-ден 4-ке дейін. 4-іміз бізде боялып тұр, яғни 4-тен кейін біз тік жақша қалдырамыз. Қиылысу
5, ол да бізде боялып тұр, сондықтан 5-тің де қасына тік жақша қоямыз. -5. -5-тен 10-ға дейін. 10 боялмаған, сондықтан оған дөңгелек жақша қоямыз. Енді осы екі аралықтың қиылысуын табатын болсақ, ол мінеки мына жер. -5-тен 4-ке дейін. Екеуі де боялып тұр, сол себепті бізге тік жақша керек. -5-тен 4-ке дейін деп көрсетеміз. 4-тен кейін де біз тік жақшаны қоятын боламыз. Өйткені 4-тің тұсы бізде міне боялған. Ары қарай, 4-шісі. 4-ші есебімізде бізде керісінше мына сол жағындағы саны көрсетілмеген. Біз оны минус шексіздік деп айтамыз. Яғни бірінші сан аралығы бізде минус шексіздіктен 6-ға дейін. Бағана айтқан болатынбыз, шексіздік тұрған жерде бізде жақша дөңгелек болады міндетті түрде. Минус шексіздіктен 6-ға дейін. Бірінші сан аралығы. 6 ол да боялмаған, сондықтан 6-ның қасына да біз дөңгелек жақша қоямыз. Қиылысу. Келесі бізде -1-ден плюс шексіздікке дейін. -1 бізде боялмаған, сол себепті дөңгелек жақша. -1-ден плюс шексіздікке дейін. Шексіздіктің қасы, бағана айтқанымыздай, әрқашан дөңгелек жақша болады. Екеуінің қиылысуынан пайда болған жер, ол мінеки біз көріп тұрмыз суреттен. Асты да үсті де сызықшамен сызылған. -1-ден 6-ға дейін. Екеуі де бізде дөңгелек жақша болады, өйткені боялмаған. -1-ден 6-ға дейін және дөңгелек жақшамен жабамыз. 5-ші есеп. 5-ші есепте бізде екі түрлі аралық берілген. Тағы да бірінші аралығымыз ол бізде минус шексіздіктен -12-ге дейін. Біз оны суреттен көріп отырмыз, мына аралықтар. Және -2-міз боялған жоқ, сол себепті -2-ның қасында жақша бізде дөңгелек жақша болады. Қиылысу. Енді екінші жиын сандар аралығы. Ол бізде 5-тен плюс шексіздікке дейін. 5-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл сандар аралықтарының қиылысуы жауабы жоқ, өйткені біз қас көріп тұрмыз суретте. Бір-бірімен қиылысқан жерлері жоқ. Мына жақ өз алдына жоғарыда, мына жақ өз алдына төмен жақта тұр. Яғни мына сияқты ортақ асты да үсті де сызылған аралық жоқ. Сондықтан бұның жауабы жоқ, бос жиын деп белгілеп кетеміз мынандай қылып. Және соңғы 6-шысы. 6-шысы барлық сандар бізде боялған. Сондықтан тік жақша қоямыз. Тік жақша. -6-да 3. 3-міз ол да бізде боялған, сондықтан тік жақша қоямыз. Қиылысу. Келесі сан аралығы ол бізде 3-тен 5-ке дейін. Екеуі де боялған, сондықтан тік жақша қоямыз. 3-тен 5-ке дейін. 5 ол да боялған, сондықтан оған тік жақша қоямыз. Енді бұл есептің жауабы тағы да осы екі сан аралықтарының қиылысқан жерлерін қарастыратын боламыз. Яғни біздің есебіміздің жауабы дәл осы жерде. Қараңыздар. -6-дан 3-ке дейін келеді, 3-тен 5-ке дейін барады. Яғни бұл жердегі бізде көріп тұрмыз, тек бір санда ғана қиылысып тұр. Бір санда ғана қиылысып тұр. Сондықтан бізде бұл жерде жауабымыз тек бір ғана жауап болады. Тек 3 деген жауап қана. Бұл жерде бізде 3 боялып тұр, сол себепті біз оны мынандай фигурный жақшаның ішіне 3 деп қана жазамыз. Мына жоғарысында да 3 деген боялып тұр, төменісінде де 3 деген боялып тұр, сол себепті мына аралықтың ішіне 3 деген сан кіреді деген сөз. Ал астыңғымыз бізде 3-тен 5-ке дейін, яғни міне 3 кіреді жауапқа. Екеуде де 3 кіретін болғандықтан біз міне жауап ретінде мынандай қылып фигурный скобканың ішіне, жақшаның ішіне 3 деп жазамыз. Осымен біздің 926 есебіміз аяқталды. Егер де есеп сіздерге түсінікті болатын болса және ұнаған болатын болса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Тағы қандай есептерді талқылағанымызды қалайтындықтарыңызды жазып кетіңіздер. Сонымен қатар каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет, сау болыңыздар.